Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Жазира. Бүгін қызыл мақпал тортын жасайтын боламыз. Сковородкіде өте оңай, құрамы да өте қарапайым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ заттарды араластырып аламыз. Ұн, какао және разрыхитель. Егер разрыхитель болмаған жағдайда ас содасын қоссаңыздар болады. Достар, менің дамуыма үлес қосып, каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Мінекей, енді сұйық заттарды араластырамыз. Сүтке 4 жұмыртқа, қант және сұйық майды қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Венчиктің көмегімен, егер миксер болса, 1-2 минут миксерлеп алуға болады, оңайлату үшін. Миксер болмаған жағдайда венчиктің көмегімен де бола береді. Енді менде миксер болған соң оңайлатып 1-2 миксерлеп алдым. Менде гизманың бояуы, осы бояудың құрамы жақсы. 1 шай қасық салып, тағы да араластырдым. Енді ең соңында 1 ас қасық алма сірке суын араластырамыз да, енді құрғақ зат пен сұйық заттарды қосып, тағы да сұйық 1 келкі қамыр жасаймыз. Бұл торттың несі оңай жері осы венчикпен араластырамыз және оны сковородкіде пісіре береміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Достар, видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Осындай 200 граммдық кеселерге бөліп алдым. Егер 20 сантиметрлік сковородка болса, осындай 3 корж шығады, осы 3 кеседен. Менде сковородкам кішкентай болды, сол үшін екеуден әр кесені 2-ге бөліп пісірдім. Себебі біріншісі сәл қалыңдау болды. Пісуі қиындады, асты күйіңкіреді. Содан қалғандарын 1 кесені 2 бөліпке пісірдім. Және пісірген кезде қақпағын әр 3-4 минутта буланған бойдан құрғатып отыру керек, сүртіп. Мінекей осылай беті қатты болып піседі корждардың. Енді кремниймен өте қарапайым 20% қаймаққа қант ұнтағын қосып араластырдым. Егер сіздер қаласаңыздар, кез келген басқа кремді қолдансаңыздар болады. Мінекей тортымыз дайын, енді жинаймыз. 4 корж болды, менде алдыңғы пісірген коржды блендерге салып майдалап алдым, безендіру үшін. Достар, бұл тортқа керекті заттардың мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тортты қалаған қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Өте ұнады бізге, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантырыңыздар. Мінекей дайын болды қызыл мақпал тортымыз. Холодильникке, яғни мұздатқышқа 2-3 сағатқа салып қоюға кеңес беремін. Крем сіңіп, жұмсақ болып тұрады. Рахмет.